мен короче ешқашан мінбеймін осыдан енді. Бәріне сәлем. Бүгін біздің Алматыдағы последний влогымыз бар. Целый день мир фантазияда жүреміз. Потом кешкі 10-да біз уже самолетпен ұшамыз да наконец Атырауға келеміз. Сағат, кстати, уже 11-ден кетті. Біз скоро уже үйден шыға беретін боламыз. Уже киініп алдық. И енді деген затаж тапсырып сол мир фантазияға кететін боламыз. Біз үйден уже шықтық. Келесі келесі үйді жалдайтын адамдар келді. Sonra бәрін тапсырып кеттік, короче. Керек емес заттарды қалдырдық. Анау-мынау деп тамақ, потому что зачем нам это все? Мен телефоным жестко лагает, кешіріңдер, ё-моё, білмеймін не отқан. Сағат 12-ден кетіп жатыр. Мына жерде уже адамдар толып жатыр. Айбар, бірінші мынаған мінейік. Бірінші мынаған мінгім келіп тұр. Біз осынайдың страшный түріне мамамен Ташкентте міндік, мен помню. Маған очень жарко болып жатыр, короче. Біз деген уже 3 аттракционға міндік. Вот чашка последний мінгеніміз, оған тек бір рет міндік, қалған екеуіне 2 реттен мініп шықтық. Қазір мама деген анакондаға очередьта тұр, потому что 9 адамнан кіреді, пока что алдында 36 адам. Айбар екеуміз мінеміз анакондаға. Вот. Короче, күші өтін сияқты. Қазір мы все жиреем, папа да айтып отыр. Сендерге екеуіне лучше VIP алу керек едік деп. 20 мыңнан 40 мыңнан күшті болады. Короче, бірақ та біз VIP емес алғанбыз. Ендіден сол үшін мучаемся осы анандайлармен, үкімет очередтармен. И это капец просто. Мен өз шыңғырғаннан ешкімді естімедім, потому что деген, мен слышала сильно шыңғырдым, что аж никого не слышала. Я құлағымды заложила своим же криком, настолько сильно я кричала. Айбар қыз сияқты шыңғырып жатыр. Папа вообще как будто пофиг было, вообще кайфовал, наверное. Короче, кайф. Мен оған айттым, не сдерживайся, потому что мынау вообще айқаламай жүретінен қорқып. Мен жүрегім айнетіп алсам, нет вообще. Мен қазір шайыққа мінгім келіп тұр. И только после этого вода ішем, потому что доға құсқым келіп кетуі мүмкін. Қазір осыған отырам. Ема. Қалай? У меня руки дрожат после шейка, поэтому ничего страшного не болайым, да? Короче, мынаған кәмінеміз айбарикіміз, бірақ та ол деген 15 минуттық үзілісте. Біз мына жерде все равно күтіп тұрамыз, вот. Басқа адамдар тоже күтіп тұр, кішкене атақ қаландар жоқ. Вот. Мен, короче, шайыққа ешқашан мінбеймін осыдан енді. Потому что так ужасно просто. Мен барлық жерім, мен прям почти вывалился. Мынау міндімеймен бірге, бірақ мынаны түсіріп жүреді, потому что рост слишком маленький. И я рада за это, потому что, хорошо, брюлер нормально вот так жай катаются, да? А брюлер мен сияқты вот так миллиард раз крутились нафиг. Короче, осыған мінеміз. Вот я то, что я хочу. Телефонымды тастаймын да осы астында жүремін, потому что ыссы дала. Кешкі 7-ге дейін где-то боламыз мына жерде. Сағат 2, әлі 5 сағат бар. Менің басымның бәрі су, білесіңдер ма неге? Потому что мен мына шашатын астына жүрмін, еще радуга прям әдемі болып тұрады да. Вот,
Короче, кайф. Endi hozir Ayvar men mama o'san уже minatam технический перерыв 10 minut bo'ldi. Men пока отдохнула, yuragim aytib turgan yo'q. Biroq все равно что-то плоховато, вот, не знаю. Вот, endi degan mana mama ana Ayvar tur. Kasor reaksiyani tushiraman. Ajoq men mingim kelib ketdi. Men kirgim kelib turibdi hozirga. Biz o'tiryapmiz. Biz Ayvar ikkovimiz, biz Ayvar tomoqlay. Ha, biz buni o'tir Ayvar. Что? Айвар в шоке, мало. Да, Айвар, мало, ма? Все, Айвар, надо, ма? Да, надо. Киты под дождь. Пошли под дождь. Как телефон звонит на мама, папа. Много кайф. Еще музыка кайфовая. Aybar ketdi. Ketdi, naqan. Biz ko'tarilyapti. О, всё. И мальчик собачек в животе. Опять, да, Aybar? Чувство бабочек в животе было сейчас впервые. Так страшно было прям. Мама, qo'rqdim прям. Еще она очередь бәрі толкаться етеді, бәрі бір-біріне ұрысып, короче, бірден үшін білмеймін. Короче, күшті. Біз қазір скоро уж кетеміз уже. Последний аттракцион будет, лучше его прям үстіне прям әдемі болып тұр, бірақ мен пожалела мінгенім үстінде. Потому что, блин, мен прям понимала, что скоро уж все, скоро резко түсеміз де. А реально қатты болды, жестко. Ужас, короче, папа бәрін түсіріп тұрды. Вот, өз қолыма ұстасам, вообще давно түсіп көтереді телефоном. Мен бірінші 15 минут күттім. Потом технически анау үзіліс, короче, 20 минут. И потом 5 минут тағы күттім, бір анандай. И наконец сосын мен күшті от, короче. Айбар екеуміз міне уже көздесіп, мамамен тоже. И енді қазір тамақ ішуге бір жерге баратын боламыз. И после этого уже заттарымызды аламыз, анау-мынау, короче, осы откиваты. Әдемі болып тұрға тамақ жейміз, короче. Такси заказываемыз бір жерге. Вот, заттарымызды аламыз, потом аэропортта телефон зарядтаймын, өткен телефон зарядсы өліп жатыр. 25% жетпейді ғой енді. Мне дали цветочек. Айбарға что дали? Собачку дали. А маған цветочек. Короче, лагерға. Нас в лагерь пригласили на 2-дневный вроде. Вот, не знаю, короче. Біз бара алмаймыз, потому что біз уже бүгін кетеміз, бірақ айтуды ұялып қалдым. Айтым, что мы не отсюда деп, но нас не послушали. Бірақ мен ұстауды қорқам, потому что мен шариктардан қорқам. Мен мамаға беріп қойым, мына бірақ миленько, прикольно.
Наконец свет просто. А то я ладно, может, ничего не поснимаю, потому что вообще темно. Қазір уже үйге келіп суға түсіп алдым, шайынып алдым. Вот, ертең дұрыстап суға түсеміз. Сағат уже 2-ден 5 кетті. Шаршап тұрмын бар ғой. Вот, біз деген почти ішкен жоқпыз. Сағат нешеден? 7-ден бері ме білмеймін. Сондықтан я немного голодная, сондықтан бірден кішкене жеп алатын шығармыз. И после этого уже ұйықтайтын боламыз. Сондықтан енді осымен видео бітетін болады. Осыдан кейін де көп интересный влог болады, бірақ та енді осы 7 күндегідей күшті интересный влогтар шықпайтын шығар деген ойдамын. Өйткені деген осы Алматыда прям күшті каждый день қыдырып жүрдік. Бірақ та уже скоро мен туған күнім болады. Сондықтан сол видеода күшті болатын болады, потому что мен оны решила отпраздновать в караоке. И, короче, надеюсь, бәрі жақсы өтеді. Енді осымен видео бітетін болады. Пока.